Söz İsa Қазбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мәдиқызы. Ақжолдың сауалы премьер Смайыловқа. Биыл 32 жылдығы аталып өтетін қазақ елі тәуелсіздік жолындағы ғасырлар бойғы жан қиярлық күресте Алаштың орны айрықша. Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш арыстарының азаттық жолындағы ұлы майданда ұлттың болашағы үшін саналы түрде құрбандыққа бара білуі қандай жоғары құрметке де лайықты. Басты ұраны жерді сатпау, елді сақтау, тілді сақтау болған Алаш арыстарының аттары қазақ парламентінің тарихында ең алғаш 2007 жылы Ақжол партиясы көтеріп мәселе көтерді. Ал 2012 жылы Ақжол фракциясы құрылғалы бері 30-дан астам депутаттық сауал жасалды. Кезінде айтуға тыйым салынған Алаш тақырыбы кейінгі кезде кең тарала бастағаны қуанышты. Кешегі Алаштың атын айтқызбаймын деген идеологиялық шенеуніктер бүгінде Астанадағы Алаш көсемдердің ескерткішін айналып өтіп жүрген болады. 2019 жылы Ақжол партиясы Алаш үйістімен бірлесіп, бұрын белгісіз болып келген 700-ден астам жергілікті Алаш қайраткерлерінің тізімін дайындады. Әрбір облыс қала әкімдеріне сол жерге қатысы бар алашшыл азаматтардың тізімі жіберіліп, олардың аттарын жергілікті жердегі көше, мектеп нысандарға беруді ұсындық. Алайда нәтиже шамалы. Бір ғана Шығыс Қазақстан облысы әкімдігіне жіберілген Алаш үшін айқасқан 125 адамның біреуі де ескерілген жоқ. Бұл барлық облыс қалада осындай. Ұлттық құрылтайда Алаш рухы мемлекетпен бірге мәңгі жасайды деген Тоқаев кейбір адамдардың қалауымен жалған өмір баяны әдейі қолдан жазылған кеңес дәуірінің қайраткерлері бар. Ондай жасанды тұлғалардың есімін түрлі нысандарға беруді доғару қажет деп турасын айтты. Яғни мемлекет басшысының сөзін іске асырып, кешегі кеңес дәуірі қайраткерлерінің аттарының орнына Алаш қайраткерлерінің есімдерін беру қажет. Біз 30 жыл бойы арам шөпті тамырымен жоймай, тіпті шөбінде шаппай дән сеуіп келдік. Енді егініміз қайда деп есімізді жинап отырмыз. Яғни ұлттық идеология отарсыздану саясатымен қатар жүру қажет. Мәскеудегі Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш арыстары жатқан жерді жаңғыртып, барғандар тағзым ететін киелі орынға айналдыру үшін Сыртқы істер министрлігіміз қайрат көрсетуі қажет. Алаш көсемі Әлиханның басын жаңғырта алмай, қазақ көсемі қан кененің басын қайтара алмай жүргеніміз осы ұлттық идеологиямыз жоқтығынан екені анық. Қазақ елі қанша ғасыр күресіп жеткен қасиетті тәуелсіздік ұғымын ұлтымыздың ең басты ұлттық құндылықтары ретінде қастерлеуіміз қажет. Ал бабаларымыз қанын төгіп, жанын қиған қасиетті тәуелсіздікті қабылдап, ең алғаш жариялаған Қазақ Республикасы жоғары кеңесінің киелі ғимараты 30 жыл бойы ойына келген істегендердің иелігіне өтіп кетіп, қазақша атын жаза алмайтындар қазақтың қасиетті жерінің шаңын шығарып жатыр. Яғни отанымыздың тарихи ордасы отбасының меншігіне айналып кеткен. Әділетті Қазақстанда қашан әділеттілік орнап, қасиетті ғимаратымызды қайтарамыз. Ақжол партиясы 10 жылдан бері көтеріп, жақында ғана қабылданған заңсыз иеленген активтерді қайтару туралы заңымыз осы ең басты тарихи ғимаратты мемлекетке қайтарудан басталуы керек. 37 жылы қазақтың қос премьері Әлихан мен Нығмет Нұрмағұлы бір күнде Мәскеуде атылған 27 қыркүйек күнін қазаққа қарсы жасалған зобалаң қанды репрессия күні, Алашқа қанды репрессияның құрбандарын еске алу күні, Алашқа тағзым күні деп белгілеу керек. Тәуелсіздігіміздің бастауында тұрған Алаш тарихы кешеге дейін мектептерде 1,5 бет қана болып оқылып келді. Еліміздегі мектептер мен жоғары оқу орындарында алаштану пәні толыққанды оқылуы қажет. Алаш арыстарын ұлықтау мемлекеттік деңгейде жолға қойылуы қажет.
Тәуелсіздігіміздің баянды болу үшін енді бізге бірегей ұлт болу үйісу керек. Алаш идеясы. Депутат Қазбек Асан, микрофон қосыңыз. Тәуелсіздігіміздің бастауында тұрған алаш қозғалыс тарихына тәуелсіздігіміздің баянды болу үшін енді бізге бірегей ұлт болып үйісу ең маңызды міндет. Алаш идеясы ұлттық мемлекет құру еді. Ендеше ұлттық идеологиялық концепция қабылдап, ұлттық мемлекет ретінде дамуымыз қажет. Нақты ұсыныстарымызды жазып жібереміз. Құрметпен, Ақжол фракциясы.